Барша қазақстандықтар үшін жылдам ақпарат көріңіздер. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш рахаттарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда кімдерге несие беруге тыйым салынады? Қазақстанда кейбір адамдарға несие беруге тыйым салынады. Сенатта қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Қизатов егжей-тегжейін айтты. Олжас Қизатовтың сөзінше, қауіпті шектеу мақсатында базалық банктерге резидент еместерге несие және басқа да несие өнімдерін беруге, сондай-ақ банкпен ерекше байланысы бар тұлғаларға қарыз беруге тыйым салынбақ. Базалық лицензиясы бар банктер үшін кейбір қауіпті операцияларды шектейміз. Оларға банкпен ерекше байланысы бар тұлғаларға қарыз беруді де жатқызамыз. Заңнамада екінші деңгейдегі банктердің басшылығымен қандай тұлғалар аффилиатінде жазылған. Банктерде әр 90 сайын несие береді. Онда қандай тұлғалар аффилиаттарын көрсетеді деп түсіндірді Қизатов сенаттағы брифингде. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.